Облыс әкімі жаңа оқу жылы қарсаңында аймақтағы бірқатар білім нысандарын аралап дайындығын көрді. Сабақ биыл дәстүрлі форматта өтетіндіктен ең әуелі санитарлық талаптардың сақталуына мән беру керек. Ғимаратқа кірер ауызға дезинфекциялық тоннельдер қойылып, антисептиктер орнатылуы тиіс. Оқушылар 5 сатылы дезинфекциялық тексерістен өтіп барып мектепке кіре алады. Қаланың шет аймағындағы мектептерді аралап жұмысымен танысқан Гүлшара Әбдіқылықова бала қауіпсіздігіне баса назар аударуды тапсырды. Айта кетейік, биыл облыс бойынша 18 000 бала мектеп табалдырығын аттайды. Ақсуат ауылдық округіне қарасты Наурыз мөлтек ауданына қоныстанушылар қатары жыл өткен сайын артып келеді. Сондықтан нөмірі 268 мектептің жаңынан 200 орындық қосымша құрылыс салынуда. Бұл нысан алдағы қыркүйекте пайдалануға берілмек. Аймақ басшысы сондай-ақ Сырдария ауданына қарасты Шіркейлі ауылындағы мектепке де барып, жаңа оқу жылына дайындығын пысықтады. Мұнда барлық санитарлық талаптар сақталған, оқушылар қажетті оқулықпен толықтай қамтылған. Алдағы жаңа оқу жылында аудандағы 17 мектепте 8 000 астам оқушы келеді деп жоспарлануда. Оның ішінде бірінші сыныпқа 805 оқушы электрон түрде қабылданды. Бүгінгі күні жалпы барлық жай жөндеу жұмыстары толық аяқталған. Оқулықтар ауданға жеткізіліп мектептерге таратылды. Бұл мақсатта 43,4 миллион қаржы бөлінген. Вакцинация бойынша мұғалімдердің 97% алып отыр, қалған 3% ол медициналық қарсы көрсетілім бар. Жалпы Сырдария ауданы бойынша жаңа оқу жылына дайын.